жатырмыз. Атыңыздан да қаншама нелер шықты. Алаяқтар. Үйге қатысыңыздар, мындай не ойнатылып жатыр деп. Оған да алданып қалдық. Алданып қалдық қой. Кредит төлей алмай жатырмыз вообще. Вообще төлей алмай. Жоқ, негізі қанша теңге төлеу керек едіңіз? 100 000 теңге. Неше уақыт болды просрочка болғанына? 6 айдан асқан. 6 айдан асты, иә. Шот барлығы арестке түсіп қалды ма? Сәлемет па? Арестке түсіп қалды, иә. Енді жаңағы айтқандай, мынау қарызсыз қоғамда сол шоттарды аресттен шығаруға көмектеседі сіздерге. Міндетті түрде осы номерге хабарлассаңыздар, заңгерлер жаңағы айтқандай бағыт-бағдарын беріп, прям айтасы 6 айдан асқан просрочка бар, осындай деп. Жолдасыңыздың атында ма, сіздің атыңызда ма? Вот жолдасыңыз атында болса, өзі хабарлассын, сөйтіп данныйларын береді. Тіпті егер жағдай мүлдем қиын болатын болса, біріншіден, екіншіден талаптарға сәйкес болсаңыздар, мына жеке тұлғаның банкроттығына да беруге болады. Ол кезде бүкіл қарыз бәрін жауап береді. Бірақ 5 жыл кредит алуға шектеу қойылатын болады.